Солисттер академиясы мемлекеттік камералық оркестрінің еуропалық гастрольдік сапарының күнделігін баяндауды жалғастырамыз. Үлкен музыкалық саяхаттың аяқталуына аз қалды. Алдағы соңғы концерт Македония төрінде өтпек. Охрид. Туристердің айтуынша бұл Балкан түбегіндегі ең керемет мекен. Қала атауымен аттас Охрид көлі Македонияның маржаны. Мұнда мәдениет пен қонақжайлық жоғары деңгейдегі көрініске ие. Көз тартарлық сұлулық пен рухани демалыстың ұштасқан ұясы. Рухани жаңғыру мемлекеттік бағдарламасын іске асыру аясында еліміздің мәдениет және спорт министрлігі мен Қазақ концерт мемлекеттік концерттік ұйымының қолдауымен Еуропа қалаларына бағытталған жыл сайынғы музыкалық турненің биылғы соңғы концерті осы Охрид қаласында өтпек. Бірнеше сағаттан соң жазғы гастрольдік сапардың соңғы концерттегі туындылары орындалады. Ондаған қала, мыңдаған шақырым, күнделікті дайындықтар Солисттер академиясының музыканттары үшін бұл қалыпты жағдайдағы күн тәртібі. Я очень рада, что у нас... Біздің оркестрде республикамыздың ең үздік музыканттары бас қосқаны мені ерекше қуантады. Олар сонымен қатар Қазақ ұлттық өнер университетінің профессорлары. Олар жастарға өз тәжірибелерін үйретіп келеді. Сондай-ақ біздің студенттер осы оркестрде де өнер көрсетіп жүр. Түрлі халықаралық байқаулардың лауреаттарына конкурс жариялап, үздіктерін өз қатарымызға қосып жүрміз. Они проходят конкурс, и мы принимаем их также. Қалқаман Дүйсенбаев Солисттер академиясы оркестріндегі жас буынды солистердің бірі. Өз өмірін музыкамен түйістіруді жөн көрген өзге музыканттар сынды Қалқаманның да өнерге деген сүйіспеншілігі бала күннен бастап алған. Бала Қалқаманның дарынын әу баста байқаған ата-анасы оны Астанадағы бүгінгі өнер университеті, сол уақыттағы музыка академиясына оқуға берген. Мәскеудегі Чайковский атындағы мемлекеттік консерваторияны аяқтағаннан кейін Қалқаман қайта елге оралды. Бүгінде оның шығармашылық өмірі әлемнің сан қаласымен сабақтас. Как я начал свою гастрольную жизнь? Гастрольдік өмірім басталған сәттен бастап мен өзіме қандай елдерде болғаныма байланысты есеп жүргізем. Қазіргі уақытта мен 25 елде болып қайттым. Кейбір мемлекеттерде бірнеше мәрте болдым. Македония мен сапарлаған осымен 25-ші мемлекет. Македония 25-я страна. Камералық оркестр құрамында Қалқаман үрмелі мыс аспаптар тобын басқарады. Музыканттың өнер көрсететін аспабы валторна. Дәл қазір мен япурайды ойнаймын. Өйткені гастрольдік сапар кезінде мен туған елді өте қатты сағынам. Қазақтың көне әуені айналадағы табиғаттың сұлу көрінісі мен тамаша үйлесімдік тапқандай. Бұл мекен талай тарихи тартысының куәсі болған өлке. Ал бүгінде бұл туристік инфрақұрылымы дамыған өте әдемі қалалардың бірі. Шаһардан кез келген туристің өткенге сапарлап қайтқандай әсер алатыны сөзсіз. Әулие София шіркеуі Византия сәулет өнерінде қайталама нұсқасы жоқ жалғыз ғимарат. Алайда оның сыртқы көрінісі Константинополь сарайын еске түсіреді. Шіркеудің интерьерінде 11-13 ғасырдағы қабырға суреттері осы күнге дейін сақталған. Македондық ренессанс заманының көрінісін сипаттайтын картиналар орта ғасырлық сурет өнерінің теңдессіз бағалы мұрасы. Ғажап акустика болса ұзақ дайындықты талап етеді. Выступления в других помещениях. Шіркеуде өнер көрсетудің өзіндік бояуы бар. Ол жердегі атмосфера да басқаша. Ондағы адамның ішкі жан дүниесі де басқаша күй кешеді. Мұнда өзіңнің ішкі жан дүниеңе көбірек үңілесің. Философиялар ойлар басымырақ болатыны сөзсіз. Мұнда адамдар да өздерін өзге қырынан тани бастайды. Асқар Дүйсенбаев Солисттер академиясы оркестріндегі алғашқы скрипкалар тобының концертмейстері, бірталай халықаралық байқаулардың лауреаты, Қазақстан скрипка мектебінің жарқын өкілі. Я счастлив, что в свое время Айман Қожабек қызы мен Бақытжан Қожабек қызы мені Солисттер академиясына шақырған үшін мен өте бақыттымын. Сәйкесінше әрине мен бұл жұмысқа асқан жауапкершілікпен қараймын. Өмірімнің дәл осы сәттері мен үшін өте маңызды. Әріптестермен байланыс орнату, олармен бірге бірлесіп жұмыс істеу. Оркестрде өнер көрсету үлкен жетістік деп білемін. Бұл тек кәсіби өсу ғана емес, сонымен қатар үлкен мүмкіндік. Себебі бұл Солисттер академиясы болғандықтан мұнда жеке солист ретінде өнер көрсетуге мүмкіндік бар. Бұл жердегі болашағы жарқын, өте дарында, талантты жас музыканттар өте көп. Огромная возможность выступать также не просто как оркестрант, а также и как солист. Поэтому и называется Академия солистов здесь. Камералық оркестрдің жыл сайынғы турнесі бұл тек игі дәстүр ғана емес. Сонымен қатар бірінші кезекте музыканттар үшін өте қажет шара дейді Солисттер академиясының артистерінің бірі. Вы понимаете, мы
Білесіз бе, біз бір ғана шығармашылық алаңда жүрмеуіміз тиіс. Біздің мамандығымыз бір-бірімізбен тәжірибе алмасуды талап етеді. Бізбен бірге 2 итальяндық пианист өнер көрсетеді. Қатарымыздағы дирижер да өте кәсіби маман. Ол да әлемнің талай елдерін аралап, түрлі оркестрлермен жұмыс жасаған. Бұл біз үшін өте жақсы. Әсіресе жастар үшін үлкен тәжірибе, мектеп. Мұндай әріптестік байланыс өнерге әрдайым қажет. Онсыз өнер дамымайды. Бір ғана залмен шектелуге болмайды. Себебі әлемдік өнерден кенже қалуымыз мүмкін. Оркестр өте күрделі механизм. Ол жерде әрбір ұсақ дүниенің өзі маңызды рөлге ие. Мәселен, кейбір аспаптар музыкалардың ноталары жарқын естілуіне үлес қосса, енді бірі жаңа шығарманың дүниеге келуіне ықпал етеді. Контрабас – это основа. Контрабас бұл оркестрдің басты құралы. Ол оркестрге төменгі жиілікті береді. Келесі дыбыстар осыған сүйемелденіп орындалады. Ритм жанрға байланысты ойналады. Біз классикалық музыканттар болғандықтан, бізде барлығы классикалық туындылар. Так как мы классические музыканты. Камералық оркестр таза қолдың еңбегі десек артық айтқандық емес. Сағаттап өтетін дайындықтар естуде, тыңдауды да талап етеді. Ал ақырғы нәтиже өнер сүйер қауымның ыстық ықыласында. Говорит, надо досмотреть. Көздің жарты қырымен қарау керек. Бір екпінмен, бір ырғақпен ойнау керек. Сонымен қатар міндетті түрде көрші отырған музыканттың да ойнауына құлақ тұру қажет. Өйткені мұндағы барлық асқан шеберлікті талап етеді. Бұл жерде үлкен оркестрдегідей емес, барлық дыбыс анық естіледі. Сондықтан да оркестрант пен солистің орындаушылықтары камералық оркестрде үйлесімділік табуы тиіс. Оркестр мен дирижер арасындағы байланыс өнердің екі ортасындағы көпір іспеттес. Солистер академиясының исландық маэстро атанған дирижермен бірге жұмыс істеп жүргеніне бірнеше жылдың жүзі болды. Бұл жолғы Охрид жазы фестиваліндегі ортақ концерт белгілі скрипкашы Айман Мұсаходжаева бастаған қазақстандық шығармашылық ұжым мен шебер дирижердің арасындағы достықтың қашанда берік екенін айқындай түсті. Айман Қожабек қызымен бірге жұмыс істеу үлкен ғанибет. Музыкада біз бір-бірімізді көзбен ақ түсінсеміз, жұмыс істеу өте жеңіл, себебі оның өз-өзіне деген сенімділігі өте жоғары. Оның ойнау шеберлігі де ғажап сипаттамаға ие. Музыканы да, логиканы да үйлестіре білетін ерекше тұлға. Менің таңданысымда шек жоқ. Біздің әрбір кездесуіміз мен үшін бағалы. Амандасу сәтінен ақ халықтың қазақстандық өнерге деген ықыласы бірден байқалды. Үздік классикалық музыканың әуендері ұлттық туындылардың үндерімен алмаса түсті. Скрипканың сүйемелімен жалғасып, домбыра үні де қатты-қатты екпінге түсті. Мұның барлығы бір сәтте Охрид қаласының тұрғындары мен қонақтарын ерекше музыкалық әлемнің сан күйіне баурады. Барбара Цвейджриф Македония тұрғыны. Біраз уақыттан бері Лондонда жұмыс істейді. Алайда жыл сайын жазда туған жеріне музыкалық фестиваль үшін келеді. Айтуынша, ол алғаш рет Айман Мұсаходжаеваның скрипкада ойнасатын былтырғы жылы дәл осы Охридте тамашалаған екен. Мен өте ерекше күйге бөлендім. Тіпті қатты таңғалдым десем де болады. Ғажап орындаушылық. Ол керемет скрипкашы. Оның халыққа эмоциясы да жетті. Таңдау да тамаша болды. Әсіресе соңында көрсетілген өнер тіпті керемет. Жас опера шебері туындыны естен кетпестей етіп орындап шықты. Бірінші әнде, аспаптарда, әсіресе қазақ халқының ұлттық аспабы да маған өте қатты ұнады. Бұған дейін мұндай керемет өнерді көрген жоқпын. Очень приятно здесь находиться. Бұл жерде өнер көрсету өте керемет көңіл күй сыйлайды. Халықтың жылы лебізін естіп, ықыластарына бөлендік. Олар біздің өнерімізді үлкен қуанышпен қабылдап, әрбір шыққан сәтімізде ұзағынан қол шапалақтады. Все наши, как говорится, выходы. Солистер академиясының құрылғанына 25 жыл. Шығармашылық ұжымның қалыптасу жолындағы алғашқы жылдары оңай болған жоқ. Тек шынайы өнер жанашырларының арқасында дарыны мен бірлігі жарасқан ұжым қалыптасып, бүгінде ел атын асқақтататын таланттар арта түсті. Қазіргі таңда кез келген әлем сахнасында Қазақстан тек ұлттық өнермен ғана емес, сонымен қатар классикалық музыкамен мақтана алатыны сөзсіз.